сол күйі негізі әлем чемпионаты маған медаль бұйырмады. Болды, көзім сетчаткасы жыртылды, проблемалар басталды, көзіме операция жасадым. Сол кезде операциядан кейін айтты, болды, дзюдоны қою керек деді. Егер соқыр болып қалғың келмесе, онда қою керек деді. Сразу бірден операцияны жасау керек біріншіден. Одан кейін дальше тренировка жасай алмайсың деді. Ол менің мамам, ол менің ең басы жанкүйерім. Мен мамамен сөйлестім, не істеймін деп. Себебі мен білдім тастаған келмейтін. Бірақ енді бәрі шетінен айтып жатты, сен қалай соқыр болып қаласың ба, тастау керек шығар деп. Сол кезде мамам айтты, бәрі жақсы болып кететін шығар. Егер тастаған келмесе, күресе бер, мен әрдайым сені қолдаймын деп. Сол кезде мен өзім үшін шештім, күресем деп. Бәрі айтады, сен әлі қаншама өмірің бар, көзіңді байқада, соқыр болып қалың келе ма, өмір сүрсеш деп. Менің бірінші ойым, өзім айтқан жоқ мұны адамдарға, бірақ өзім бірінші ойым андай болды. Дзюдоны тастасам, бәрібір өмір аяқталғандай болады ғой деп. Себебі мен бүкіл мақсатым 12 жыл бойы істеп, қалай мен тастай салам? Болды, әрі қарай не істеймін мен? Өмірім қалай болады деген. Сол кезде маған Парадидо Федерациясының тренері шықты. Мұнда мен ойланып қалдым, қалай мен өзімнің салмағымда, өзімнің жай дзюдодан ұтқым келеді деген. Мен жете аламын ол дәреже мақсатыма деп. Сосын бірақ туыстарым да бәрі айтты, сен Парадидоны көрген жақсы болады шығар, кішкене көзіңді аясайшы деп. Жарайды деп, көзімді тексердік, бір жарысқа барып қайттық. Сол жерде өзінің классификаторлары бар, адамдар шетелдік. Олар тексеріп, маған 2 жылға қазірге допуск берді. Бірақ қазір жоқ, өмірім аяқталған жоқ, дзюдо да аяқталған жоқ. Парадидо ол дәл сондай дзюдо ғой. Маған ұнайды. Дәл солай жаттығып жүрмін. Себебі сен дзюдодан жеңесің ба, парадидодан жеңесің ба, сенің әнұраның ойнайды.